Ассалаумағалейкум қазақ елі. Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев, саған үлкен өтінішім бар менің. Назарбаевтың саясатымен, Назарбаевтың бастамасымен Россиядан синтетикалық психотропный зат кіреді, және мефедрон, эскадрон дейтін. Қазақстанға кіргеніне қанша жыл болғанын білмеймін. Түркістан облысы, Түркістан қаласына кіргеніне 3-4 жыл болды. Сол зат кіргелі көп семья ажырасып, көп жанұяда береке кетіп қалды. Ауруханаға барып қалсаң, жас үрімдей балдардың спермасының пайызы 40-45 пайыз тудырта алмай, болашағы жоқ деген сөз. Болашақ, біздің болашағымыз негізі бұлыңғыр. Ал түрмеге барып қарасаң, түрме жастарға толып қалған, 80% жастарға толып қалған. Енді қолы бостық, жұмыс жоқтық аздырар адам баласын дейді. Закладчиктер көп бізде. Енді өзінің қылмысымен отқан жігіттер де бар. Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев, завод салыңыз, цех салыңыз, сол кезде жұмыс істейтін жігіттер. Әйтпесе кетіп қалады ғой, жұмыс істейтін адам жігіттер көп бізде. Кореяда жұмыс істеп жатыр, Англия, Франция, Россияға барып жұмыс істеп жатыр. Сол заводтарды осы жақта салыңыз, істейді біздің қазақтың жігіттері жұмысты. Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев жәндегі синтетикалық заттың жолын жабыңыз. Синтетикалық затқа жол жоқ. А егер жұмыс істей алмай жатсаңыздар, көшенің жігіттеріне беріңіздер. Біз өзіміз жұмыс істейміз ғой, наркомандармен. Сіз біріншіден адамдарды кредитке отырғыздыңыз, екіншіден штрафқа отырғыздыңыз, үшіншіден осындай синтетикалық затқа отырғызып, біздерді зомби қылып, ұрпақсыз Қазақстан, қазақ деген атты жер бетінен жоқ қылуы сендердің мақсаттарың. Өйткені Назарбаев сол о баста планы бар еді ғой. Назарбаевтың планында сен де барсың, Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев. Жоғарыдағылардан бастап сотталыңыздар. Төмендегілерді соттай бермеңіз, Қасым-Жомарт Кемелұлы.